Ауырғанда қандай дұғалар оқимыз? Біздің сүйікті пайғамбарымыз Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын қандай амалдар жасаған? Видеоны соңына дейін көріп тіркеліп отырыңыздар. Ал ендеше бастаймыз. Расулулла Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын Осман бин Абиластың көңілін сұрап келді. Ол ауырып жатқан еді. Сырқаты ауыр және шаншитын. Ауырған жерді оң қолымен 7 рет уқалады әрқайсында. أعوذ بعزة الله وبقدرته من شر ما أجد وأحاذر. Деп оқы деп бұйырды. Осман былай дейді: айтқанында істедім. Ауруынан айырып кеттім. Айша анамыз Аллаға оған разы болсын айтқаны. Бір жері ауырса Расулулла Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын Фәләк және Нас сүрелерін оқып мүбәрәк қолына үрлеп ауырған жерін сипайтын. Көзі көрмейтін бір кісі пайғамбарымызға келіп: "Иә, Расулалла, Алла тағалаға дұға ет, көздерім ашылсын" дейді. Пайғамбарымыз оған былай дейді: "Жақсылап дәрет ал." Сосын: "Иә, Раббым, саған жалынып жалбарынамын. Сүйікті пайғамбарың Мұхаммедті, Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын, уәсилә етіп араға қойып, сенен сұраймын. Ең сүйікті пайғамбарым Мұхаммед, Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын. Сені уәсилә етіп, Раббыма жалбарынамын. Сен үшін дұғамды қабыл етуін қалаймын. Иә, Раббым, осы ұлы пайғамбарыңды маған шапағатшы ет. Оның құрметі үшін дұғамды қабыл ете көрде." Ол кісі дәрет алып осылай дұға етті. Сол мезетте көздері ашылды. Және ауырған кезде Фатиха, Аятул Курси және 4 қул, яғни Кафирун, Ихлас, Фәләк, Нас сүрелерін 7 реттен оқып ауру кісіге үрлейтін болса, Алланың қалауымен бүкіл қиыншылықтарға, дерттерге, сиқырға, көз тигенге, жануарлардың тістегеніне, шаққанына жақсы көмектеседі. Сонымен қатар оқылған Құран кәрімнің және дұғалардың әсер ету үшін оқып жатқан адам бұған сеніп, науқас харам тағамдар мен күмәнді дәрі-дәрмектен барынша сақтануы керек. Ықыласпен, шын көңілмен тәубе етуі тиіс. Дұғада дәрі сияқты, Алла тағала қаласа әсер етеді. Шипаны Алла тағала беретініне сену керек. Пайғамбарымыз Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын 3 түрлі ем қолданған: Құран кәрім, дұға оқыған және ғылыммен табылған дәрілерді қабылдаған. Сондықтан дәрігерлерге де қаралу керек. Ол да бір себеп. Алла тағала барлық нәрсені себеппен жаратып, соларға ден қоюға әмір еткен. Құрметті достар, видео ұнаса каналға жазылып қолдар кетіңіздер. Сіздердің қолдауларыңызбен осындай видеоларды жиі салуға тырысамыз. Рахмет.